Үкілеген әкем мен шешемнің ерке қызы боп өскенімді жасырмаймын. Өйткені мен ес білгелі еркеліктің шыңына шықтым. Жегенім алдымда, жемегенім артымда болған балалығым басталды. Жалпы менің ғана емес, әке шешем өзімнен кейінгі екі інім мен екі сіңлімді де бетінен қаққан емес. Сонан болар, жоқшылық дегенді білмей желпілдеп өстік. Сонда мені тұңғышым, қаншам деген әкем емеуріне езіліп отыратын. Әрине, кез келген ата-анаға өз баласынан артық кім бар? Алдыма түсіп бәрін жасап қалағанымды әперіп, бетімнен қақпай өсірді. Ал мына мен болсам, осыншама сый-сияпатты көтере алмай, кері қарай кеттім. Алайда ол кезде кішкентай ғана қызбын ғой, болашағым жайлы ойлауды білмейтінмін. Бірақ өсе келе бұл еркелік маңдайымның бес елі соры болды. Тап қазір өткеніме көз жүгіртіп ойланудың өзінен қорқамын. Оған себеп қор қызындай болған сұлулығым мен ессіздіктен келген еркелігім десем адаспағаным болар. Осы сұлулықты көздің құрты дегені рас екен. 15-ке жетпей менің айналамды үлкенді кішілі жігіттер қоршап алды. Оның ішінде ақшалысы бар, ақшасызы бар, сымбаттысы, сымбатсызы бар. Әйтеуір бәрі де мен дегенде құрдай жорғалап дайын тұратын. Міне осы жағдай менің есімді одан әрі кетірді. Өйткені кез келген жігітке кербездене кеп қиыла қарасам болды еді, құлап түсетін. Қысқасы осылайша ойқастап жүріп 9-шы сыныпты бітірдім. Енді менің алдымда белгісіз мақсат тұрды. Не осы мектепті соңына дейін оқуым керек, не 9-дан шығып колледжге түсуім керек. Әрине, мен ерте есейгенімді айттым ғой. Ауылда қалмай қалаға кеткенді жөн санадым. Оған бір емес бірнеше себептер бар. Біріншіден, ауыл мектебінен қала мектебі әлдеқайда артық. Сосын ауыл мектебінде жігіт атаулымен жақындасы өте қиын. Жақындасаң болды, соңыңнан еретін өсек сонар әңгімесі бар. Екіншіден, қалаға келсем де қыр соңымда құрдай жорғалайтын еркек табылатынына бек сенімдімін. Бірақ қаланың аты қала. Мұнда не істедің, не қойдың, ол өзіңнің жеке шаруаң. Жақыныңмен туыс-туысқаның көрмесе болды. Білгеніңді жасап жүре бер. Үшіншіден, мына маған еркек атаулының комплименттері ұнайтын. Сүйсіне де сұқтана қарап, не деген сұлу қыз, қарындас, есіміңіз кім? Қарындас, суперсің, қарындас, красоткасың деген сөздер кімге ұнамайды дерсің? Енді мен осының бәрін ауыл жігіттерінен емес, қала жігіттерінен естісем деп армандадым. Өйткені кішігірім менің ауылымда бәрі таныс. Былайша айтқанда выбор жоқ. Ол кезде жаспын ғой, мүмкіндігім барда қаланың бай-бағланын қолға түсірсем деген арманым да жоқ емес болатын. Сонымен әй дейтін әжесі, қой дейтін қожасы жоқ. Мен қалаға кеп оқуға түстім. Сонда ғана менің өмірім 180 градусқа өзгеріп сала берді. Себебі мұнда бәрі басқаша. Жігіт дегеннің түр-түрлісі бар. Соның бірі сен үшін құлап жатыр. Тіпті анау айтқандай комплименттен аяқ алып жүре алмайсың. Демек, енді маған таңдау керек. Тек қана тазға жолықпай, нақты әрі мықты біреуін қолға түсірсем болды. Жағдайым жасалады деп шештім. Бірақ мен ол кезде жағдайым жасалғанның соңында сұрауы барын білмеппін. Сол білмегеніммен болар. Танысқан жігіттердің бірінші сымбатына қарасам, екінші көлігі мен киген киіміне қарап жауап беретінмін. Алайда сезімнің туса амал жоқ екен. Таңдап жүргенде группадағы қарапайым жігітке ессіз ғашық болдым. Ол да өзім сияқты ауылдан келген қазақтың баласы. Қысқасы, ол мен оны ұнатып, арамызда махаббат басталып кетті. Сонда мен ойымдағы жігітті таптым десем,
Ол да ойымдағы қызсың деп қуана қарайтын. Негізі осы махаббат деген қызық екен. Аяқ астынан жұмырдай жүрегіме жабыса кетті. Сол үшін де қол ұстасып көп жүретінбіз. Тіпті қолымыз босай қалса, қаланы қыдырып, жұбымыз жазылмайтын. Ал біздерді көргендер әртүрлі пікір айтып, бірі Баян сұлумен қозы көрпештесе, енді бірі еңлікпен кебек дейтін. Әрине, біздерді осылай сипаттап жатса жақсы ғой. Бірақ менің өмірім бақытты Баянның емес, бақытсыз еңліктің өміріне айналып бара жатты. Жоғарыда айтқанымдай, колледж қабырғасында жүріп бақытты күндерім өтіп жатты. Өйткені өзім ұнатқан жігітім жанымда жүріп, жұбымыз жазылмайтын. Мүмкін жастығымнан болар, мүмкін еркелігім бе. Сол кезде ештеңеде ойламаушы едім. Бұл мені бір жігіттей сүйді деген сенім мол еді. Сүйуіне сүйді ғой, сонда менің әлденеге көңілім толмайтын. Мұны махаббатқа масыққандар біледі. Өйткені қызғаныш деген қызыл ит сезіміңмен қоса жүреді. Сөздің қысқасы ол мен оны қызғанып көп қырқысатынбыз. Бірақ әрі кетсе 2-3 күнде қайта жарасып, дым көрмегенде қайта қауышып жататынбыз. Сөйтіп жүргенде мен 15-ті толтырып 16-ға аяқ бастым. Бәрі де осы туған күннен басталды. Ойда жоқта бір жылдан бері қыр соңымнан қалмайтын бір жігіт кездесе кетті. Өзі ауқатты тұратын байдың баласы еді. Құшағын гүлге толтырып, сол келіп тұр. Сондағы менің үлкен қателігім осы жігіттен гүлді алғаным болды. О баста айтқанымда, еркелігім басым ғой. Шолақ ойдың жетегіне еріп, бір құшақ гүлді көтеріп келдім. Мұны көрген жігітімнен, кімнен алдың, қайдан алдың деген сұрақтар жауып жатты. Мен оның сөздеріне көңіл бөлмедім. Соңы алапат айқай болды. Өкініштісі сол қателік менен кетсе де төмен түскім келмеді. Тіпті гүлге қоса берген французды қымбат иіссуды көрсетіп, онан сайын ерегісе түстім. Әрине, мұны көргенде ол жын ұрып кетті. Осылайша екеуміз ғана тойлаймыз деген туған күнім жайына қалды. Өйткені ашуға булыққан жігітім сол жерде киініп кафеден шыға жөнелді. Оның бұл мінезіне қалай шыдайын? Кетсең кет, қайтып келме. Соңымда жүздеген жігіттер жүр деп айқайға бастым. Осылайша той болмай, бала-шаға жеп кеттінің кебін киіп, сомпайып жалғыз қалдым. Бірақ мен оның қайтып келетіне сенімді едім. Мүмкін 1 сағат, мүмкін 2 сағат өтер, әйтеуір келер деп, онан сайын қызғансын деген оймен гүл берген жігітті шақырдым. Тырнағыма зар боп жүрген сорлы құйындай ұшып жетіп келді. Сөйтіп туған күнім осы жігітпен жалғасты. Мен бұл жігітті көптен бері танитынмын. Өйткені бұл жігіт негізінде біздің ауылдан шыққан. Соңғы 5-6 жылдықта қалаға кетіп, осында тұрады. Өзі менен 1 жасқа үлкендігі бар. Бай болғанда да шіріп жатқан байлығы бар деп еститінмін. Оны киген киімі, мінген көлігінен аңғарса болады. Қысқасы 4 қабырғасы теңескен жігіт. Тек 1 жасқа үлкендігі болмаса, сақаға сай жігіт. Айтқандай жас демекші, бұл менен бақандай 7 жасқа үлкен. Бірақ ол бізге кедергі бола қоймас. Ең бастысы үйленбей бойдақ жүрген жігіт. Қысқасы айтқаным айдай келіп, арадан 1 сағат өтпей досын ертіп жігітім келді. Мысы басым қаланың баласына. Даладан келген сорлы не десін кеп кірісе алмады. Оның үстіне қала баласының үлкендігі бар. Жігітім тездей есін жиып тілін тартты. Соңында кеп менен кешірім сұрады. О, міне, тап осылай кешірім сұрату арманым еді. Сұратып тындым. Сол кездегі бұл менің өмірімдегі үлкен жеңісім деп шештім. Егер де сүйем дегені рас болса, қазірден бастап қоқаңдамасын. Өйткені мұндай қызғаншаққа қатын болсаң, болашақта қол көтеруден де тайынбайды. Сол үшін қазірден бастап көзім мен құлағы үйрене берсін.
Байдан таяқ жеп жүрер жайым жоқ. Ал енді айт дедім. Осы оқиға осы жерде қалатын болсын. Мен сенімен кетемін. Әйтпесе жолың әне деп сес көрсеттім. Амалы қалмаған сорлы уәдесін беріп алдыма түсті. Осылайша өзім таңдау жасаған өз жігітіме қайта оралдым. Ал қыз таңдауы солай болған соң қайтсын, қала баласы өз жөнімен қала берді. Бірақ мен бұл жеңісіммен ешқандай жетістікке жете алмадым. Керісінше арамыз алшақтап бара жатқандай боп көрінді. Негізінде ер намысты еркек емес пе? Жігітімнің жүзі сола бастады. Солмай қайтсын. Мен оны досының алдында басқа еркекке жығып бердім. Мүмкін куәгер досы оған, мына қыздың сұлу бетіне су құйып ішесің бе, ертерек құтыл деп те айтқан шығар. Не сырын барын білмеймін, әйтеуір бұл өзгеріп сала берді. Бұрынғыдай күлімдеп тұрған көз жоқ, бөтен біреуге ұқсап бара жатты. Енді оның бұл қылығына мен де ойлана бастадым. Өйткені мұны шын сүйетінім өзіме ғана аян. Жоғалтқым келмеді құрысын. Ғашықпын ғой, ғашықпын, тіпті ессіз ғашықпын. Жеңемін деп жүріп, жігеріне су құйдым ау өзінің. Ессіздігімді қайтейін. Ал енді тап қазір менің бір ғана жолым бар. Мен сендікпін деп құшағына жығылып, өзімнің соның қызы екенімді дәлелдеу ғана. Олай болмаса мұның сенімінен шығып қалғаным анық. Енді мен осы жағдайды ойластыра бастадым. Қалай болғанда да бір түнімді қиып, барымды салуым керек. Өзіне адал екеніме көзі жеткізсем, мүмкін сонда ғана бұрынғы күлкісі қайта келер. Онан басқа жол жоқ. Өйткені сұлудан жалғызбын деп айтатын өзім ғана. Әйтпесе мына колледжде қыз қырқынан көп нәрсе жоқ. Менің жігітімдей сымбатты жігітке кез келгені құлай салары хақ. Демек уыстан шығармауым керек. Оның жалғыз жолы өзін меншіктеп алу ғана. Мен бұл жігіттің соңынан көп жүгірдім. Бірақ ауылдан келген сорлы ішкі дүниемді түсіне қоймады. Ашып айтуға өзімнің де тілім бармады. Сол үшін де біздің әр түнгі кездесуіміз. Ал менің осы сүйгенім рас, ғашық болғаным рас. Жан тәніммен берілсем деп армандадым. Осы менің барымды алса екен деп ойладым. Қысқасын айтқанда мұнымнан түк шығара алмай тағы да 2 ай өте шықты. Бірақ жігітімнен ешқандай нәтиже болмады. Әрине, ол маған жеткіліксіз көрінді. Әйтеуір соны қалап тұрдым. Болсақ екен деп үздігіп жүрдім. Шынымды айтсам. Бірақ мен емес, еркек боп ол болса алмады. Енді қайтсем екен. Өйткені сол кездерде маған осы үшін миллион ұсынғандар болды. Тіпті сенесіз бе? Бірақ мен соның бәріне отказ бердім. Неге десеңіз, мен мұны өз жігітіммен ғана тегін сыйлағым келді. Ал бұл оны қабылдай алмады. Сонан соң амалсыздан әңгіменің ашығына көштім. Бақ қонбайтын бейбақ сорлы жоқ деп шошып кеттім. Ол аздай басын көтеріп алып киіне бастады. Сонда мұның сау, не сау емес екеніне көзім жетсін деген оймен орнымнан атып тұрып барып жарықты қосып қалдым. Ақыры ажырасып тынды. Қызықта екен, мұндайда болады дейді. Сол кинода басқа қыздың ақмақ болма жаным, сен әлі 16-дағы қызсың, яғни кәмелет жасқа толмағансың. Біз әлі үйленеміз. Сол кезде бәрі жақсы болады. Айттым ғой саған, бәрі де біз ойлағандай болады. Ал қол көтергенім үшін кешір жаным деп ол мені құшағына тартты. Мәссаған. Сол кезде қайқайып тұрған Қайсарбекті көріп шапалақта басқа да ұмытылып көзім жайнап шыға келді. Еркелеп жатып қол жүгірттім. Ол енді терең тыныс ала бастады. Осылайша қызықты күндерім өтіп жатты. Жастығымнан болар, осы жігітке деген құмарым басылмай-ақ қойды. Күн сайын сезім судай тасып, құшағымнан босатқым келмейтін. Оңтүстікті білесіз ғой, наурыздың өзінде жеңіл-желпі киініп шыға келеді. Бұл болса наурыз каникулы деп ауылына тартты. Жападан жалғыз боп мен қалада қалдым. Сол кезде
дәніккенге құныққан боп баяғы бай баласы кездесті. Бұл да сонау кафеден соң қыр соңымнан қалмай өкшелеп келген. Онан бұрынғы тиіп қашып айналшықтап жүрген әу дегеннен қымбат көлігіне секірдім. Қаланың көрікті жерлерін аралап серуендеген болдық. Содан күн бата ат басын ресторанға тіреді. Сол кезде мен өзімді бақытты ханшадай сезіндім. Ең бастысы бұл жігітпен ақшадан проблема жоқ. Қалағаныңды ішіп, қалағаныңды киесің. Сонда мені терең ой басты. Қайсысымен болғаным дұрыс? Саралап салмақтайтын кез келді. Бірақ жасым бары жоғы 16-да. Дегенмен қалаға бойым үйреніп қалған қызбын. Ал мұнда бәрі өзгеше. Қыз бала ерте жетіліп, жігіт тез өсетін орта. Қысқасы қымбат рестораннан шығып, қымбат қонақ үйге келдік. Жүрегім сезбеді емес, бәрін де сезді. Өйткені алда не болары айдан анық. Оның үстіне қымбат винодан сіміргенім бар. Өз жігітіме деген өкпем тағы бар. Сонымен бұл мені ақ төсекке атып ұрды. Жасың 18-ге толған күні мен саған үйленемін деп бастады. 18-ге әлі 2 жыл бар ғой. Оның үстіне шын сүйетін жігітім бар. Танисың ғой дедім. Ол енді сені алмайды. Енді сен менікісің деді. Бірақ ол менімен көп тартысып отырмады. Өз қалауың болсын жаным. Бақытты болсаң болды. Ал мына ісіміз осы жерде қалсын. Мен саған жігітше уәде беремін. Арамызда қалады деп өзінен өзі киіне бастады. Мұнысына ақылым айран боп аңарып қалдым. Неге бұл тез беріле салды екен? Әлде бойдағы емес пе? Мүмкін бұның менің қыздығымнан. Енді менен құтылып болыпсың деген оймен оны сөзге тарттым. Сіз қайда асықтыңыз? Қайда барасыз? Әлі таң атқан жоқ қой. Кетіп қалсаңыз мен қайда барамын? Жалғыз қалуға қорқамын дедім. Сонда ол қалтасынан біраз ақша шығарып алдыма тастап, әлде кімді аэропорттан күтіп алуым керектігін айтып кете барды. Осылайша жапалақтай жалпайып жалғыз қалдым. Жарты сағат бұрын жадыраған жаным жабырқаған күйде қалдым. Тіпті бағанағы бақытты қаншадан бақытсыз қаншаға айналғанымды байқадым. Досымды күтіп алам да келем деген жігітім сол күні келмеді. Күтіп жатып ұйықтап кетіппін. Номерімнің есігін қаққанда бар ояндым. Теңселген күйі кеп есікті ашты. Уақыттарың бітті. Әрі қарай төлеңдер, болмаса нөмірді босатыңдар деген орыс қатын өз жөніне кетті. Душқа кіріп шығып киіне бастадым. Басым мең-зең боп еш нәрсе түсіне алар емеспін. Телефоныма жармасып номерін тердім. Бұл көтермеді. Неге болды екен деп ойға баттым. Көп өтпей тағы да соқтым. Бұл енді соңғы рет көрейінші, мүмкін естімеген болар дегенім еді. Сөйтсем өшіріп қойыпты. Әдейі өшіргенін түсіндім. Демек іс бітті. Құл кеттінің кебін киген кезі. Міне, мен осылайша бейбаққа айналдым. Айналғанда да өзім тілеп алдым. Бірақ былайша айтқанда, не өзгерді дейсің? Ештеңе өзгерген жоқ. Бар тапқан пайдам осы ғана. Ол әперген киімді әкемде әперер еді ғой. Қатты адасқан екенмін. Өкінішім ішіме симады. Ойнақтап жүріп от басып алдым. Қысқасы көзімнен аққан жасты сүртіп отырып пәтеріме жеттім. Бұл болса үштігейлі жоғалды. Сол кеткеннен мол кетіп, қарасы батып қайтып төбесін көрсетпей кетті. Мен де оны іздемедім. Өйткені мұндай тұрақсыздың өмірінен жоғалғаны жақсы. Бірақ өкінгеннен не пайда? Айнаға қарасам екі көзім ісіп кетіпті. Жылағаннан болар. Енді маған жақсылап тұрып ойлану керек. Себебі ертең не бірсі күні өзімнің жігітім келеді. Оған қалай мына сұмдықты білдіруім керек. Ол үшін мына жылпоспен сөйлесіп жігітше айтқанда уәдесін алуым керек. Тағы да қоңырау соқтым. Сол күйі өшірулі тұр. Амалым қалмай хабарлама жаздым. Соңынан келмесең сотқа беремін дегенді қостым. Әбден үрейін алғым келген еді. Содан кешке ғана бұл жылпостан хабарлама жетті. Адресіңді толық жазшы, кейін екеуміз сөйлесек депті. Жазып жіберіп күтіп жаттым. Көп өтпей жетіп келіпті. Есік алдында тұрмын.
көлікке келші дейді. Кеш болса да көзілдірігімді киіп шығып, аула бұрышында тұрған көлігіне беттедім. Құдай сақтасын. Көзім не көріп тұр? Қарасам жігіт емес, рөлде бір қыз отыр. Қыз деп қыз емес, соның қатыны екені анық, өйткені мына көлік соныкі. Енді менің жасыратыным қалмады. Жас келіншек жер жебірме жете бастады. Кімсің сен? Бесіктен белің шықпаған қызсың ғой, ұят емес пе деді. Көзімнің жасын сығып отырып айта бастадым. Оның маған сенгісі жоқ. Таңғы 5-те ұшақтан түсіп тіп-тіке үйге келді. Бір жұмыстармен Алматыға кеткен болатын. Ақшасы үшін жабысып жүрген қызсың, мойында деді. Қысқасы түсіп қаша жөнелдім. Алайда қайда барайын? Ақылға кел дегеніне келіскеннен басқа амалым жоқ. Басым салбырап қайта кеп отырдым. Мұның соңы өзара келісіммен шешілді. Менің байыма қайтып жоламайсың, сотқа да бермейсің. Онымен енді өзім сөйлесемін деді. Не дейін? Мақұл деп басымды изей бердім. Содан соң жолымыз екі айырылып, 10 жыл бойы қатынын да байын да көрмедім. Міне, менің жастығымның желігі осылай басталды. Айтқанымда ертесіне өз жігітім келді. Мамам ауырып қалыпты, көңіл күйім болмай тұр деп, оны да алдап бақтым. Бірақ менің сол күннен бастап жігітке деген жиіркенішім басталды. Тіпті өз жігітіме де бұрынғыдай сезімім болмай сөніп бара жаттым. Күндер болса зулап өтіп жатты. Сөйтіп жүргенде бірінші курсым бітіп, ауылға кетіп, жан-жарам жазыла бастады. Бауырларым қасымда, ең бастысы әке-шешем аман, тәубе деп жүрдім. Жылмыңдаған жігіт көрсем айналып өтетін болдым. Неге екенін білмеймін, қатты өзгеріп шыға келдім. Енді мен бұрынғыдай ұшып қонып тұрған қыз емеспін. Кәдімгідей ақыл тоқтатқан, салмақты да сабырлы қызға айналдым. Бірақ жүрегіме түскен жараның емін таппай қатты қиналдым. Өйткені біздің оңтүстік өңірінде қыз деген ол жеке тема. Онсыз қарабет болуың мүмкін. Өзің болсаң ештеңе емес-ау, әке-шешеңді де жерге қаратасың. Міне менің жүрегімдегі жазылмайтын жарам осы ғана. Қалай болғанда да алдағы осы сынақтан аман өтіп алсам, әрі қарай бақытты боламын. Оған менің толықтай құқым бар, өйткені мен бақытты болуға лайықтымын. Алайда о бастан бұзылған өмір жолым бір арнаға түсе алмады. Арадан көп өтпей жігітімнен айырылдым. Себебі оған деген өкпем қара қазандай болып жүрді. Негізі барымды осыған сыйлағым келген. Бұл оған қарсы болып басқаға бұйырды. Сонан болар, бір кездерде ессіз ғашық қылған осы еркекті жек көріп кеттім. Оған басты себеп мұндағы оңтүстіктегі қаймағы бұзылмаған қазақы ауылынан болуы еді. Қарабет қып күйе жағып қайтарса қайтем деген қорқыныш басылмады. Қысқасы, ойлана келе аяғымда алыс салдым. Ол сорлы жылап еңіреп қала берді. Мен болсам тек оқуыма қарадым. Қарамай қайтем, бесіктен белім шықпай жатып күнәһар болдым. Ол аздай анау жылпосың да қырғынды салған қатыны кетіпті деп естідім. Оған да мен себепшімін. Айрандай ұйған отбасын ойрандап, шаңырағын шайқап бердім. Осының бәрі маған оңайға соқпады. Өйткені ол отбасын негізінде біздің ауылдан шыққанын айтқанмын. Енді барып бұл әңгіме әке мен шешемнің құлағына жетсе, не істеймін? Шешем ғой жылап-жылап басылар. Ал ашуы жаман әкем асылып қалса қайтемін? Еркекті намыс өлтіреді деген бар ғой. Құдай сақтасын. Қайғыдан қан жұтып жүріп, екінші курсты бітірдім. Жасым 18-ге аяқ басты. Енді менде бір ғана жол бар. Ол Орыс-Шора, солтүстікке байға тиіп, қарамды батыру ғана болатын.